Жайғасыңыз Аделя, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Шүкір жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бәрі жақсы, және де сіздің үміткеріңіз есімін ұмытып тұрмын, Елдар, иә? Жақсы ма, Елдар? Я, жақсы шығар. Білмейсіз, иә? Білмеймін. Ортаға шықпағандарыңызға көп болды. 2 аптадай ма, шамасымен болды. Елдардың өзін шақырамыз ба? Шақырайық, я. Елдар, келіңіз. Елдар, қош келдіңіз, жайғасыңыз. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы бәрі. Иә. Сіздерде кездесу болды ма жалпы? Саған андай бір көп болды көрмегелі. Бір жаңадан адам келіп отқан сияқты сезініп отырмын өзім. Фото-видеоларыңыз бар ма? Негізі араларыңызда қарым-қатынас жайлы айтып бересіздер қазір? Бар, я. Бар, иә? Көріп алайық, содан кейін сіздерді тыңдаймыз. Әдемі кездесу болған, қаланың керемет көрінісімен, бірақ сіздің жаңа, Аделя, сіздің сөзіңізді түсіне алмадым. Қазір ғана жаңадан көріп отырғандай болдым деп жатсыз, көптен хабарласпадық дегендей. Не болды, өздеріңіз тыңдап тұрмыз? Я, енді бағана айтып жатқаным, көп уақыттан бері кездеспедік. Кездесуді айта кететін болсам, өте керемет кездесу болды бізде. Және де маған барлығы ұнады, керемет өтті, көңілді, әңгімеміз де жарасты. Бірақ одан кейін біз кездескен жоқпыз, соны бір кездесу ғана болды. Оның себебін енді айта кетсем ашып, мен өзім отбасылық жеке проблемаларға байланысты кетіп қалған болатын өзімнің қалама, бірақ кетпей тұрып та бұл кісіге айтқанмын, көрісейік деген секілді. Бұл кісінің де өзінің енді организатормын деді ғой, той жүргізеді, той басқарады, соны іс шараларына жауап беретін кісі екен. Оны түсіндім, түсіністікпен қарадым. 2-3 күн бойы барып келдім өз қалама, сосын бұл кісіге өзім сұрақ қоямын. Бүгін кездесе аламыз ба, ертең немесе ар күні деген секілді. Бұл кісі айтады, бос емеспін деген секілді. Мен бұл кісіге айтам, дүйсенбі күні боссыз ба деп айтқан болатынмын осыдан. Сосын бұл кісі айтты, мен сіз үшін әр қашанда босаймын ғой деді. Енді мен сездім да, бұл кісі менен қорқып тұрды, ертең ортаға шыққанда осыны айтама деген секілді. Сосын айттым, жоқ, қорықпай қойыңыз, қалай бар, солай айтыңыз дедім. 29 күні боспын деді, ал 29 ол дүйсенбі. Сосын мен айттым, я, енді дүйсенбі күні ғой, дүйсенбі күні боссыз деген секілді. Дүйсенбі күні мен бұл кісіні күттім. Бұл кісі кездесе алмаймын деп айтты. Одан кейін кеше енді матч болған екен, мен ойлаймын, кеше де кездесе алмадық. Мен бұл кісіге өзім жаздым, эфирден кейін қалайсыз, жағдайыңыз қалай, не істеп жатсыз, жоқ болып кеттіңіз ғой деген секілді. Барлығы сізде дұрыс па? Бұл кісі айтқан етін ауырып жүрмін деп, бірақ енді Аллам шипасын берсін деп айттым. Бірақ енді ойламаймын, адам 2 апта бойы ауырады деген секілді ше. Сонда сіз өзіңіз жазғансыз, хабарласқансыз, кездесейік дегенде ұсыныс айтқансыз. Бірақ Елдардың қол босамаған, өзде айтпаған жауабын. Неге Елдар? Я, Балауса ханым, ортаға шыққанда да бұл кісі бірден енді адамның көңілінен шығады ғой. Бір әлпеті деген, улыбкасына үшін айттым, күлгені де әдемі екен деген секілді. Бірақтан енді мен өзімнің тарапымнан көп действиені байқадым да, ойланып қалдым, Аделя, сен бұндай емес едің ғой, не болды деген секілді. Және де бұл кісінің маған айтатыны, я, сіз маған бір адам болып үміт артып отырсыз, бірақтан да ана жақта тойда 200-дей адам маған үміт артып отыр. Мен тойымды жүргізіп келейін деген секілді, бізде кездесуге уақыт табылмайды. Бұл кісіні енді мен бір занятой кісі деп түсіндім. 19-да болса да сондай бір іскер, занятой кісі екен.
Енді бұл қызық екен, түсіне алмадық, Елдар өзіңіз айтсаңыз. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Жақсы. Енді қыз баласын сөзім бөлген болмас. Енді өзім айтайын. Жалпы бұл кісі енді Таразға барып қайтты ғой, иә? Сол барып қайтқан кезде, жалпы мен бос болған кезде, ол кісі бос болмайды. Ол кісі бос болған кезде, мен кісі бос болмайды. Біз жалпы 29 кешеге пландағанбыз. Ал 29 пландағаннан кейін, кішкене семейный проблема болып қалды. Оны айтып бұл жерге керек емес деп ойлаймын. Сол себепті бүгін ұйымдастырсақ, бүгінге дайындалып келдім. Енді сіз бұл ұсыныс па қазір Аделяға? Бірақ енді одан бері 2 апта өтті, неге өзгеріс болмады? Қазір барлығын айтып берерсіздер, басқа бір мәселе бар ма әлде? Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз.